Өз даусыңыз өзіңізге ұнамай ма? Жасыратын несі бар? Ондай жағдайлар көптеп кездеседі. Ең бастысы, неліктен ұнамайды? Себебін білесіз бе? Ал себебі бірнешеу болуы мүмкін. Мен сіздерге бірнеше мысал келтіремін, солардың арасынан бәлкім сіз өзіңіздің себебіңізді кездестіріп қаласыз. Мүмкін сіз сыбырлап, ақырын, жай сөйлейтін шығарсыз. Оның себебі адам өзіне сенімсіз болғанда дауысын қатты шығаруға ыңғайсызданады. Мүмкін сіздің дауысыңыз өте жіңішке шығар. Дауысы жіңішке адамдар сөйлегенде олардың дауыстары шәң-шүң кетіп, ащы болып шығады. Және дауысы жіңішке адамдар дауысын шығарып сөйлегенде олар ұрсып тұрғандай болып көрінеді. Мысалы, айналайындар, қалдарың қалай? Барлығы жақсы ма? Қанекей орнымыздан тұрамыз, жұмыс жасаймыз. Жағымсыз естіледі. Бұл жерде көбіне жоғарғы резонатор жұмыс жасап тұр. Мүмкін сіздің дауысыңыз өте төмен шығар. Осындай төменгі дауыспен сөйлейтін адамдардың дауысының бояуы болмайды. Олар көбіне монотонды, бір сарынды сөйлегендіктен адамдар олардан жалығып кетеді. Бұл жерде көбіне төменгі резонатор жұмыс жасап тұр. Мүмкін сіз тістеніп сөйлейтін шығарсыз. Тістеніп сөйлейтін адамдардың жақтары дұрыс жұмыс жасамайды. Өзі айтып тұрғандай, олар тістеніп сөйлейді. Яғни дауысты дыбыстарды айтқан кезде де олардың жақтары осылай қарсып тұрады, яғни сөздері анық шықпайды. Мүмкін сіз осылай мұрныңызбен міңгірлеп сөйлейтін шығарсыз. Немесе сөйлеген кезде осындай дауыс шығуы мүмкін. Бұның бірнеше себептері бар. Ол туа біткен болуы мүмкін, болмаса гаймориттің салдарынан, немесе мынау мұрынның шеміршектері қисайып, немесе сынуынан болуы мүмкін. Бұл өз алдына үлкен тақырып, алдыңғы сабақтарда дәл осы тақырыпқа мен тоқталатын боламын. Достар, мен бұл мысалдарды не үшін келтіріп тұрмын? Бұндағы мақсат жағымсыз дауыстың себебін табу. Алдыңғы сабақтарда осы себептердің әр қайсысына жеке-жеке сабақ арнайтын боламын, сондықтан арнадан алыстамаңыз. Мұнда ең қызығы өзіңіздің дауысыңыздың жағымсыз екенін білмеуіңіз мүмкін, немесе біліп тұрып мойындамауыңыз мүмкін. Көбіне ондай адамдар өздері түскен видеоларды, өздері сөйлеген видеоларды көргілері келмейді. Немесе өздерінің жіберген аудиоларын қайталап тыңдағылары келмейді. Демек, себеп жалғыз дауысыңыз өзіңізге ұнамайды деген сөз. Сонымен сәлем, менің есімім Мадина, мен актриса әрі педагогпын. Бұл менің 12-ші сабағым. Егер сіз осыған дейінгі 11 сабақты көрмеген болсаңыз, көріп шығуға кеңес беремін. Ал бүгінгі 12-ші сабақтың тақырыбы жағымсыз дауыс және оны жағымды етудің әдіс тәсілдері. Каналға подписация етіп, келесі сабақты қалт жіберіп алмас үшін колокольчикті басып қойыңыз. Сабағымыздың ең қызықты бөлігіне келіп жеттік. Сонымен қалай жағымсыз дауысты жағымды етуге болады? Мен қазір сіздерге 5-6 жаттығуды беремін. Жаттығуды менімен бірге қайталап жасап отырыңыз. Достар, қазір әңгіме барысында регистр деген сөз қолданылатын болады. Оған дейін мен сіздерге регистрдің не екенін айтып кетейін. Дауыс ауқымдылығын құрайтын дыбыстаудың әр тұсын регистр деп атаймыз. Регистрдің 3 түрі бар: жоғарғы регистр, төменгі регистр және ортаңғы регистр. Жоғарғы регистрде бас резонаторы жұмыс жасайды, ал төменгі регистрде көкірек резонаторы жұмыс жасайды, ал ортаңғы регистрде осы резонаторлардың барлығына күш бірдей түседі.
Қазір жасайтын жаттығуларымыз осы регистрлердің барлығын қамтиды, дауысымыздың жағымды болуына әсер етеді. Ендеше бастайық. Бірінші жаттығу. Қалыпты жағдайда тұрамыз, демді диафрагмаға толық аламыз, одан кейін оң қолымыздың саусақтарын біріктіріп, ерніміздің үстіңгі бөлігін ақырындап ұрғылау арқылы В дыбысын айтып, демді шығарамыз. Кеттік. Жаттығу барысында ерніңіз қышып, жыбырлауы мүмкін. Это нормально. Келесі жаттығуымыз қалыпты жағдайда тұрамыз. Бастапқыдағыдай демді диафрагмаға толық аламыз. Енді оң қолымыздың саусақтарын біріктіріп, ерніміздің астыңғы бөлігін ұрғылау арқылы З дыбысын айтамыз. Ескертемін, менде микрофоннан кішкене помех болуы мүмкін. Кеттік. Тамаша. Келесі жаттығуымыз. Тағы да демді диафрагмаға аламыз. Енді жағымызды ашып, екі саусағымызды біріктіріп, иегіміздің астынан сәл ұрғылау арқылы А дыбысын айтып, демді сыртқа шығарамыз. Кеттік. Жарайсыз. Келесі жаттығуымыз. Жұдырығымызды түйеміз. Кеудемізде ойша үш бұрыш саламыз. Енді жұдырығымызбен осы үш бұрыштың ішін ақырын соққылау арқылы М дыбысын айтып, демді сыртқа шығарамыз. Ең алдымен демді диафрагмаға толық алып аламыз. Кеттік. Тамаша. Келесі жаттығуымыз. Саусақтарымызды айқастырамыз. Осы қалыпта төмен түсіреміз. Қалыпты жағдайда тұрып, демді диафрагмаға аламыз. Енді осы қалыпта тұрып, М дыбысын айтып, демді шығару арқылы өзімізді сілкілейміз. Кеттік. Жарайсыз. Ал енді бүгіндікке соңғы жаттығуымыз. Өзімізді арқамыздан қолымызды айқастыру арқылы ақырын ұрғылап, А дыбысын айтамыз. Қалыпты жағдайда тұрып, ең алдымен демді диафрагмаға алып аламыз. Енді А дыбысын айтып, арқамызбен қабырға тұсын ұрғылаймыз. Кеттік. Енді керісінше. Жарайсыз. Міне достар, жағымсыз дауысты жағымды етуге бағытталған жаттығулардың бұл бірнеше түрі ғана. Болашақта сіздермен басқа да жаттығуларды жасап, дауыстарыңызды жағымды етуге тырысатын боламыз. Жоғарыда берілген жаттығулардың әрқайсысын күніне 2-3 мәртеден 2-3 минуттан жасап отырыңыз. Міне достар, сонымен 12-ші сабағымызда өз мәресіне келіп жетті. Видео сізге ұнаған болса, комментарий жазып, лайк қойып кетіңіз. Аман болыңыз, еркін сөйлеңіз.